Бәріңізге сәлем, сіздермен халық арнасы. Бауыр неге ауырады? Белгілері мен емдеу жолдары. Оң жақ қабырғасындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдердегі ауырсыну белгілерінің ерекшелігі туралы айтып өтетін боламын. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздің пайдалы әрі жаңа видеоларды шығаруға шабыттандырады. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен уларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Дегенмен бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерде тек өздеріне тән бірқатар бауыр ауруы бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары. Бауыр неге ауырады? Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалған. Қабынуға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсулада ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары бар. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырғасындағы жайсыздықпен, ауырлықпен сезіледі. Бауырдың ұлғаятыны соншалық біз оны қолымызбен де сезе аламыз. Бауыр метаболикалық себептерге байланысты бауыр аурулары кезінде бұрынғы атауы майлы гепатоз деп аталған. Органдардағы қан тамырларының бұзылуымен, инфекциялық зақымданулармен, аутоиммундық бұзылулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа ауруларға байланысты ұлғаюы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жаңа ғана айтқандай, бауырдың өзі ауырмайды. Орган орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдану кезінде туындайтын белгілерге тоқталайық. Бірінші, қолайсыздық. Бауырдың ұлғаюы оң жақ қабырғасындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл органның көптеген ауруына тән емес және көбінесе өттегі тас түзілу ауруынан туындайды. Екінші, ауырсыну. Бауыр аурулары кезінде адам қабырғасындағы ауырлықты сезінеді. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, ішек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілуінің артуымен байланысты болуы мүмкін. Үшінші, сарғаю. Егер бауырдың зақымдалуына қатысты күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл орган ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабаттардың сарғаюы. Төртінші, ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтерілуі, ауызда ащы дәм пайда болуы, адам қатты әлсіздік сезінуі мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, сізге тезірек емделу керек. Бесінші, алкогольді гепатит. Бауырдан қабынуының тағы бір түрі вирус емес, алкоголь. Тұрақты және шамадан тыс алкогольді тұтыну бауырдың ішкі ауыртпашылығын тудыртады. Нәтижесінде цирроз пайда болады. Бауырдың сау тіндерінің жұмысы тоқтайды. Алтыншы, май алмасудың бұзылуы. Жасушада май жиналған кезде ауру дами бастайды. Бұл олардың жұмысына кедергі жасайды. Олар уыттарды залалсыздандыра алмайды. Бос радикалдардың жиналуы болады. Жасушалар өле бастап, бауыр өзінің негізгі қызметтерін жасауды тоқтатады. Майлы гепатоз шағын қолайсыздықты туғызады, бірақ айқын симптомдары жоқ. Жүрек айну, іштің кебуі, ас қорытудың бұзылуы, дәреттің қиындығы, жоғарғы дене қызуы байқалуы мүмкін. Жетінші, ісіктер. Бауыр ісіктерін қатерлі және қатерсіз деп бөлуге болады. Қатерсіз ісіктер айтарлықтай жиі кездеседі. Көп жағдайда симптомдарсыз өтеді. Тек ісіктің ұлғаю жағдайында бездің де өлшемі артуы мүмкін.
Бұл іштің оң жақ бөлігінде ауру ретінде байқалады. Бауыр ауырғанда не істеу керек? Сізге артық салмақтан арылу, алкогольден бас тарту, кейде өмір салтын өзгерту бауырды қалпына келтіруге жеткілікті. Майлы тағамдардан бас тартып, дәрігер белгілеген тамақтарды тұтыну керек. Алайда бауыр ауруы бәрінде бірдей оңай емделмейді. Дәрі-дәрмектер мен хирургиялық қолданулары мүмкін. Зардап шеккен ағзаны қалай қалпына келтіруді тек медициналық маман шешімі керек. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.